ұйқым да ауырмайды. Мен енді асқазаннан операция жасатқан адам, асқазаннан мазасызданатынмын. Сосын дәрігерлерге ол 4 тасты алып тастайық та, мен шамалы жастау кезімде, жас болғанда да қазір 74-те толды, 75-ке келіп тұрмын. Сол 72-73 жасымда айтып тұрмын енді оны. Алып тастайық та десем, дәрігерлер айтады маған, сіз өте үлкен операцияны алдыңыз, күшіңіз жетпейді, столда қаласыз, біз ондай ответственность мойнымызға ала алмаймыз. Сонымен 4 тасты көтеріп жүре бердім. Осындай келіп жаңағы нерваны ішкеннен кейін УЗИ-ге түскенімде сол 4 тасым жоқ болды. Вау, күшті. Еріп кеткен, түсіп қалған енді. Онан кейін менің емде оң жақ бүйрегімде киста болды. Көлемі өте үлкен емес, дегенмен киста болды. Сол кистада сол күні бәрін тексереді ғой, ішкі органның. Сонда тексергенде кистада жоқ деп берді маған. Сонымен сол екеуіне құтылдым. Сонан кейін жаңағы менің бүкіл анализім, сосын жаңағы УЗИ-ден өткенім, ПГД-стен өткенім, бәрін өтем, өйткені мен жылына 1 рет жаңағы комиссиядан өтетін тұрмын. Не аламын? Инвалидность алатын тұрмын. Соның бәрін февраль айында өттім. Марттың 13 күні неге бардым? Комиссияға бардым. Марттың 13 күні комиссияға барғанымда, Данияр мырза сияқты, қатар сияқты бір кісі қабылдады да, менің бетіме қарап күлді. Апа, қазір мен сізді ренжітемін деп. Инвалидсің шығарып жеттім. Маған дәрігерлер айтпаймын, менің менде бойымда бір жаман нәрсе тағы да болып тұрған шығар деген ой сап ете қалды сол жерде. Ойбай, көке, мені неге қорқытасың? Маған анализдерің жақсы, бүкіл не жақсы болды деп еді ғой деп сөйлегенде. Дұрыс айтқан, анализіңіз де жақсы, УЗИ-іңіз де жақсы, ПГД-сіз де жақсы, сізде өте тамаша көрсетіп тұр. Біз сізді инвалидсіз алып тастаймыз дейді. Ойбай, маған мен одан бір керемет қаржы алып жатқаным жоқ, менің өзім пенсиям бар ғой. Оның 1-2 мың қосады, сонысы ғой енді алып тастаймын жатқан. Бірақ енді основной жаңағы инвалидностьта отырған кісілер бұрын ренжитін болған ғой, енді бұны алып тастаса, мен қалай күн көремін деген сияқты. Сондай этаптан өткен кісі ғой енді айтып тұрған маған. Сонымен мен осыға батамды беріп, сол неден, комиссиядан мен сау адам болып шықтым. Міне бүгін алдарыңызға келіп тұрмын.